лайк бағдарламасы жарнамадан оралдық. Жарнамаға кетпестен бұрын Тәуіржан, сізге сұрақ қойдым. Өткен жолы өзіңіз қойған сұрақ. Қаншалықты күші бар қазір? Маңызды ма? Мен сол кезде ол сұрақ қойдым ғой. Мен ойлаймын, короче, білдіңізші, осы сұрақтардың бәрін жинастырып, келесі эфирда болып жатса енді. Сол кезде полный сұрағына жауап берейін. Қазір біз бір жостқа ақылдасып алу керек болып тұр да. Потому что мен жаңағы нәрселерге бірінші жауап берейін, көрсетейін, түсіндірейін. Сосын барып осындай сұрақтар қазір просто кішкене неуместно болып тұр да. Қазір орынсыз болады ғой дейсіз деп ойлаймын. Зарина? Негізі білмеймін, ол сұрақ шынымен дәл қазір қойылса біртүрлі болатын сияқты. Мен қателік жасадым. Енді мен до конца барасың ба деген сияқты. Біртүрлі сұрақ болатын сияқты. Жалпы мен бір сұрақ қойсам. Тәуіржанға. Енді қазір ойыма келіп тұр жаңа сұрақ дегеннен кейін. Негізі мен сізге керекпін ба? Керекпін ба болғанда қалай болады екен ол? Жалпылама емес, нақты. Енді любой нәрсенің болған жақсы ғой, болмағанына қарағанда. Енді тем более бұл адаммен уже ұзақ уақыт таныстықта жүрмін. Жоқ, мысалы деп жатырмын ғой, енді бұл кісіде кішкене сөзге қадалып андай енді маған бұл кісінің заботасы андай бір милосердный адам да, сол жақтары ұнайды, өзінің еще тазалығы бар деген сияқты ғой, андай тиянақты адам ғой. И бұл кісі кішкене үйреніп қалдым да, поэтому мен әлі до сих пор мен жаңа детектордың өзінің бәрін жинап, оған ақша төлеп, мысалы оның бәрі өте арзан дүние емес, соған төлеп, осының бәрі чтобы болашақта бізде уже андай личный сұрақ болмайтындай дәреже ету үшін болып жатыр негізі. Енді, конечно, керек болғаннан кейін, керек болмаса мен дальше басқа жаққа апарып жүре беретін едім ғой. Тәуіржан, менің ойымша жауап өте оңай, мағынасы терең әрине. Я, сен маған қатты қажетсің, керексің. Енді мен былай айтамын, типа ауадай дейтіндей емес па? Понимаете? Но керек. Но керек. Не үшін мен бұл сұрақты қойдым? Жарайды, 2 күн бойы менің ашуым басылсын дедіңіз. Жарайды, сосын сөйлесеміз дедіңіз, бірақ бір қайырлы таң, қайырлы түніңіз бар ғой, енді хабарымды біліп тұрасыз, жазып тұрасыз. Бірақ керек болмадым ба деп ойлап қалдым да мен. Мүмкін сол үшін ақталмады ма, мүмкін дәлелдегісі келмеді ма деген сияқты. Типа специально сол жаққа барып, біріміздің ашылып, менің бүкіл косяктарым бәрі білініп, сөйтіп тоқтатуға деген намерение болды деп ойлап қалдыңыз ғой, типа, я? Неше түрлі ойлап болды менде. Мен қазір де сізден дұрыс жауап ала алмай отырмын. Енді айтып тұрмын ғой, керек. Но енді прям ауадай емес, но керек. Типа тамақ сияқты керек. Тамақты мысалы 3 күнде әйтеуір бір рет жеп, бір рет не істеп отырасың ғой мысалы. Жоқ, бірақ енді тамақ жемесе адам өмір сүре алмайды. Ол важностьті айтып жатырмын, важность жағынан түсіндіріп жатырмын да. Адамға адамның маңыздылығын ештеңемен салыстыруға келмейді деп ойлаймын негізі. Күшті сөйлейді екенсің негізі. Жоқ, енді факт қой, тамақпен салыстыруға болмайды. Даже зат сынып қалды деген нәрсені адамның көңілімен салыстыруға болмайды, ол адамның көңілі мүлде бөлек нәрсе. Зарина, саған Тәуіржан керек па? Сен де жауап берші онда. Ал сіз айтыңыз. Маған бір қандай дәрежеде керек екен? Енді мен де солай жауап берейін. Ауа сияқты емес, бірақ анда-санда аптасына 2-3 рет керек болып қалады. Аптасына 2-3 рет? Мен енді тамаққа деп атқан жоқпын, ауаға теңеп атқан жоқпын, просто аптасына 2-3 рет керек. Жоқ, болады. Мысалы, настроением түсіп тұрады да, Тәуіржанмен жолығамыз ғой. Сосын үйге деген күшті мотивациямен, бәрі үйдегілер байқайды, ай, Тәуіржан деген сен зарядтап жібердің ма деп. Мақтаймын ғой енді бәріне Тәуіржанды. Жоқ, енді дұрыс жағынан ғой, болсақан дұрыс жағынан андай өмірге деген талпынысын ашылып, қасында осындай жақсы адам жүр деген сияқты бір болады да мотивация. И содан кейін барып, сіздердің теңеулеріңіз енді жетеді сол нәрсе. Тәуіржан дос, рахмет. Тәуіржан. Ау. В общем, білесіз ба, өзіңіз қатты ойланып тұрсыз? Жоқ, мен просто мынау екіншісі не екенін түсінбей тұрмын. Қорқып тұрмын кішкене. Папка сияқты бір? Папка ма? Папка ма? Өзім аша берсем болады шығар? Шынысы не екен? Негізі Заринаға ма еді? Негізі, я. Зарина, өзіңіз ашып көресіз не екен? Просто өзім бірінші ашып көру оған деген не екен білмей тұрсыз. Точно беретін нәрсе ма? Қалай болады екен деп. Нормальный сияқты, нормальный не сияқты. Қаңыз.
мынау сізге ашып көре беріңіз. Енді қатты ашпай қойсаңыз болады енді. Ананы көре беріңіз. Ал ашып көресіз бе? Ашсын, сосын түсіндіремін не екенін. Типа, не мағына білдіреді екен, не үшін болып жатыр деген сияқты. Қандай сыйлық болды екен? Бұл жолы немен таңғалдырады екен деп ойлап тұрмыз. Мынау, короче, түсінген сияқтымыз, иә? Зарина деген... Зари деген нүкте тұр. Зари деген нүкте, ол получается Зари деген жұлдыз бар аспанда. И сосын біз 17 декабрь күні танысқанбыз ғой, получается. И сол жерде бәрі көрсетілген. Яғни 17 желтоқсан күні Алматы қаласынан түсірілген сияқты. Дәл осы бейне. Иә, әдемі ерекше сыйлық. Яғни менің түсінгенімше бұл яғни бір аспандағы жұлдызды Зари есімімен атадым деген сөз ғой негізі, иә? Мен көбіне солай білемін. Солай, яғни бір жұлдызға Зари сіздің есіміңізді берді. Мен оны мысалы кеше алдың күні ғана білдім, что сондай жұлдыз бар екен. Сосын ойлады, соны түсірейік деп шығарып келдік. Әдемі. Ұнады ма Зарина сізге? Иә, Балауса ханым, мен негізі осындай аспан әлемін зерттеген қатты жақсы көрем. Документальный фильмдар тоже қарай бергім келеді, тоймайым бұл ақпараттарға. Өте бір ерекше сыйлық болды деп айтсам болады, иә? Үйге іліп қойып, қарап зерттейтіндей. Просто андай үлкен подарктар беріп жатсам, уже адамдар жазады ғой тоже. А Заринаға ол тоже маңызды да, адамдар не жазып жатқаны. Сосын андай бір үлкен бір подарка берсем, Зарина, алданып қалдың ба, бір нәрсе, типа сондай нәрсе болмас үшін мен андай минимализммен приятный нәрсе мағынасы бар. Бастадым да, иә, мағынасы бар. Ой, жарайсыздар, енді үнемі креативке толы сыйлықтар беріп жатады. Енді мен өз сұрағыма жауап таба алмадым. Оны өзіңіз айттыңыз. Келесіде міндетті түрде болып жатса, жиып әкеліп барлығына жауап беремін деп. Сол кезде тыңдармыз. Таныстық, Зарина. Жалғасқанда сол бір сөйлесіп аламыз, Балауса ханым. Бір сөйлесу дейді. Бар. Жақсы. Жақсы. Рахмет Тәуіржан келгеніңізге, шығарып салайық. Ана алып берсең айда.